Саламатсыздар. Саламатсыздар. Бүгін ағашпен жұмыс жасау сабақтың тақырыбы. Қазір біз алдымызда тұрған ағашпен және анау қашаумен, балғамен біз не істейміз? Ағаш жолы асыру жасаймыз. Жарай ма? Ал енді мынау құрал саймандарымызды аламыз, қолдарға алыңдар, бірден арнайсыз. Және мына қашауды бұлайына саласың қашауды. Түсіндің бе? Жайда басайсыңдар. Сосын және бізде бүгін күйдіру әдісі бар. Бұл күйдіру әдісі бізде тоқпен жұмыс жасаймыз. Ол байкмен күйдіреміз. Бізде мына жерде салынған өзіміздің суретіміз бар. Сол суретті үстін басып күйдіру арқылы біз бейнені шығарамыз. Жарай ма? Мына қызаңның айтып сен абайлап отыр. Бастайын, жайлап шетін. Екі көйлі алып, мынау артқа келді. Көйлі алды. Мынау үстіне. Осы үстіне қатарынан тұрды. Тоқта. Келді мына. Үстіне жарықта қойды. Біреу қына үстіне қойды. Қырдан. Әрқайсы осы қартаны жағынан тұрған осы жерге тұрған. Осылай тұрған жерге. Орыс келсін. Мынау. Осылай көреміз.
Aşağıda toz savunlar. Bana araştırın. Araştırın şehirde geldiğinizde, şehirde geldiğinizde. Olay gözlüğü kapalı değil. Olay şehir savunlar. Şehirde geldiğinizde. Bana şehirde geldiğinizde gibi, şehir savunlar. Gördün mü? Bana şehir savunlar. Bana şehirde geldiğinizde. Bana şey bana kaçamıyor. Niye şu an sen ne yaptın? Abi öyle sonra olay kaç buldu. Bana aşağı olmuşuz sen. Bunu olsa kaç şey var. Olmayın. Sen bu. Ha? Ha.
да? Бір қарандаш береді қазір. Сонымен мынау заттың астауы қол қойған стадия жері. Сол жерде қойып соңыз. Инструменттерді алып, әрқайсысы өз орнынан келді. Алып саламыз. Орнынан келді. Жаңасында. Бұны қараңдар. Біздің мына астауы жасалу жолдары. Бұны ішін ойып қазір. Бірақ және тағанса ойып. Алдағы ойып, өтіруге әрекет жасаймыз. Бірақ мұна ұстайтын жерін біз не істейміз? Ойып саламыз. Бұл жерде мысалы қошқар күйісі салынады. Қошқар күйісі. Біз осы қошқар күйісі қазір әрқайсымыз жеке өзімізге істейміз. Алдымызда тұрған ағашта саламыз. Жеке саламыз. Жарай ма? Сендер Ораз, сен өзіңнің қаламың бар ма? Әкеліп. Мұны біреуін сендерге салып көрсетемін. Қошқар күйісі. Осыған қарап, сендер не істейсіңдер? Мына қошқар күйісі біз саламыз. Ертең осы қошқар күйісі біз оямыз. Қашанмен ойып. Бірінші затты жасамас бұрын біз оның етін сабыламыз. Сызбасын сабыламыз. Суретін салғаннан кейін барып біз оны оямыз. Біз енді қазір бұны былай жеке саламыз. Өйткені бізге ертең ойғанда не болмас үшін, қиын болмас үшін біз осылай жемейміз. Көрдіңдер ғой? Қалай жасалу керек екенін. Біз енді қазір қошқар күйісінің бейнесін салдық. Енді біз осыны оюымыз керек. Ол үшін біз Ораз, мына шеттен бастап біз саласың сен қазір қаша oldu. Түсіндің бе? Қаша olmaydı. Мына жерде көрсетесің. Қалай салу келді. Кішкене қаша olmaydı. Кішкене қаша olmaydı. Жүрегіміз кішкене қаша olmamыз. Сізге қаша olmadan жүрмеді. Мынаны терісіне салады. Көрдің бе? Ораз көрдің бе? Осылай. Осылай салады. Біз келесі. Мынада кімде бар? Мына сегіз орамыз. Кім бе? Орамыз сегіз ма? Жайлап мынаны болса біз салады. Түсіндің бе? Қаша oldu? İskender de var. Жайлап біз салады. Мына кімде бар? Kişiyle kaşığından olsun. Kımı? Esra'da kişiyle kaşığı oluyor. Ana ülke kaşığı olduysa uyanırsın ben. Ana sütüne koyuyorsun. Ana sütüne koyuyorsun. Şey koyma, ana yanır.
болды. Барлық инструменттерді орнына қойып, заттарды қойдым. Сөйтіп өз орнына қойдым да. Инструменттерді ағайын Аспан жасауды көрдіңдер ғой? Иә. Қалай жасау керек? Ойын көрдіңдер ғой? Қалай салу керек? Неге тапсырма? Осындай ағаштан ойып үйреніңдер. Ағашта жолы. Ағашпен жұмыс жасап үйренсеңдер, жүда білмеймін деп жатсаңдар, күнде осы сабақта біз ағашпен жұмыс жасаймыз. Жайамыл үйдіру әдісі. Көрдіңдер ғой? Суреттегі. Еңбек үйдіру әдісі болды. Бұл да біздің
сабағымызды бітіреді. Осы біздің сабағымыз аяқталды. Еңбек тапсырманы естідіңдер. Келесі сабақта осы жұмысты ары жалғастырамыз. Келістік қой? Ал, қош, сау болыңдар, келесі сабақта жолығамыз.